Баршаңызға қайырлы күн, каналыма қош келдіңіз. Бүгін сіздерге қыс мезгіліне арналған икра жасап көрсететін боламын. Бұл икраны біз баклажаннан жасаймыз. Нанмен жеуге болатын және қою тағамдармен өте керемет үйлесімді, қолжетімді заттардан және қарапайым жасалады. Міндетті түрде видеоны соңына дейін қарап, менің каналыма жазылуды ұмытпаңыздар. Төменде тұрған подписация бөлімін бассаңыздар болғаны. Ендеше салатымызды бірге жасайық. Алдымен сіздерге салатқа қажет заттарды көрсетейін. Қызанақ және де баклажан қажет болады. Бір қызыл бұрыш, яғни ащы бұрыш, және де 2 пиязымыз, тәтті бұрыш, сәбіз, және де осындай петрушка қоссаңыздар да болады. Болмаса укроп қосыңыздар, және де сарымсақ қажет болады. Барлығын жақсылап ашып, жуып, тазалап, дайындап қоямыз. Баклажанымызды видеода көріп тұрғандарыңыздай үлкендеу қылып, көбік ретінде, яғни 4 бұрышты қылып турайтын боламыз. Қатты майдалап турамаңыздар, өйткені қазір баклажанымыз піскен кезде езіліп кетуі мүмкін. Осындай формасын сақтайтындай 4 бұрышты қылып турайтын боламыз. Баклажанды сатып аларда өте қатты мән беріңіз. Сыртқы қабығына және де езілмегеніне, солып қалмағанына мән беріңіз. Міндетті түрде баклажанды салқын суға бір ас қасық тұзды салып 20 минутқа қалдырамыз. Ішіндегі артық микробтарды, артық қажет емес заттарды осылай алатын боламыз. Міндетті түрде тұзды суда ұстаймыз. Текте біз тәтті бұрыштарымызды тураймыз. Оны да, яғни үлкен көбіктеп, үлкен 4 бұрышты етіп турайтын боламыз. Тәтті бұрыштың өзіңізге қалаған түсінен ала берсеңіз болады, яғни қызыл, сарысынан қолдансаңыздар да болады. Менде осындай жасыл түсі болғандықтан тек қана жасыл түсін қолданамын. Ендігі кезекте біз сәбізімізді тураймыз. Сәбізімізді кішкене майдалау қылып тураңыздар, өйткені сәбіз қатты болғандықтан пісуі өте қиын. Сондықтан тез пісуі үшін, барлығымен бірге пісуі үшін майдалап турауларыңыз қажет. Бұны да бөлек бір ыдысқа салып қоятын боламыз. Құрметті менің көрерменім, дәл осы видеоның астына толық описание бөлімінде рецептін толықтай қалдыратын боламын. Сол жерден қарасаңыздар болады. Қызанақтарымыздың қажет емес жерлерін осылай алып тастайтын боламыз, және де ет тартқыштың көмегімен немесе блендердің көмегімен жақсылап езіп аламыз. Сізге ыңғайлы етіп турап алсаңыздар болады. Ет тартқыштан болса 2-ге бөлсеңіздер жеткілікті. Менде блендер болғандықтан осындай 3-ге 4-ге бөлуім қажет. Ешқандай да түйіршіктер қалдырмай, видеода көріп тұрғандарыңыздай толықтай езіп алатын боламыз. Блендермен өте тез езіледі, сондықтан блендермен езуге кеңес беремін. Ендігі кезекте пиязымызды да 4 бұрышты етіп турайтын боламыз. Видеода көріп тұрғандарыңыздай, бұны да қатты майда емес, осындай үлкен қылып турайтын боламыз. Құрметті менің көрерменім, дәл осы видеоның астына қысқа дайындық банка жабу деп аталатын плейлистімді қалдыратын боламын. Сол жерде қысқа арналған неше түрлі салаттардың банка жабудың рецептері өте көп. Сол жерден қарай аласыздар. Ең соңында сарымсағымызды осындай үккіштен немесе осындай пышақтың көмегімен өте майда қылып турап шығатын боламыз. Қазанымызға сұйық майымызды құйып, жай отта бірінші қыздырып аламыз. Ең бірінші пиязымызды салып, жақсылап араластырамыз. Міндетті түрде ескеріңіз, газ отыңыздың астын бір қалыпта ұстаңыз, яғни бірсе қатты ашып, бірсе жайлатуға болмайды. Пиязымыз жақсылап қуырылып жатқан кезде үстіне осылай екінші кезекте сәбізімізді салып, тағы да жақсылап араластыратын боламыз. Барлығын бір қалыпты отта пісіреміз. Егер оттың астын неше түрлі қылып қоя беретін болсаңыз, салатыңыздың біреуі пісіп, біреуі піспей қалуы мүмкін. Соңында барлығы езіліп кетеді. Сәбізімізді салып, жақсылап кішкене 5-10 минут қуырғаннан кейін баклажанымызды саламыз. Менде ол жері түспей қалыпты. Салғаннан кейін баклажанымызды толықтай осылай астын үстіне толықтай араластырып алатын боламыз. Мінекей, шамамен 10 минуттан кейін баклажандарымыздың формасы кетіп, осылай езілетін болады. Баклажандарымыздың формасы шығып, осылай салатқа айнала бастаған кезде үстіне тәтті бұрышымызды салып, тағы да жақсылап араластырып, 5-10 минут қайнататын боламыз. Құрметті менің көрерменім, міндетті түрде осы салатты, яғни осы баклажаннан жасалатын икраны жасап көріңіз. Қыста рахаттанып жейтін боласыз. Мен жылда осы рецептпен жасаймын, сондықтан өзімнің каналыма бөлісуді жөн көрдім.
Икрамызды жасап жатқан кезде банкаларымызды жуып тазалап булап алатын боламыз. Барлығын бірдей мантоваркаге булап алсаңыздар да болады, немесе чайникке өзіңізге қалай ыңғайлы солай булай берсеңіз болады. Сонан кейін сарымсағымызды салып, тағы да жақсылап араластыратын боламыз. Менде осындай арнайы банка булайтын темір бар. Бір-бірден осылай жақсылап шамамен 10 минут ұстап булап алатын боламын. Ең соңында осылай қызанағымыздың барлығын құйып, жақсылап араластыратын боламыз. Өте үлкен бір кастрөлде қайнатсаңыздар өте ыңғайлы, яғни араласуға. Менде мына жерде қазаным өте қатты толып кетті. Ащы бұрышты салып, тағы да жақсылап араластырамыз. Егерде салатыңыздың ащы болғанын қаласаңыз, ащы бұрыштан 2 данасын қосыңыз. Менде балалар жейтін болғандықтан қатты ащы қылып жасамадым, яғни бір ғана данасын қостым. Ең соңында салатымыздың дәмінен қарай тұзын және қантын қосатын боламыз. Әркімге әрқалай ұнайтын болғандықтан салатыңызды міндетті түрде дәмін көріп, тұзын, бұрышын қосыңыз. Барлығын қосып болғаннан кейін жақсылап араластырамыз. Ең соңында тек біз қазір шамалы пісуіне шамалы қалған кезде аскөкті қосатын боламыз. Мінекей мен осындай петрушканы майдалап турап алдым. Айтқанымдай, егер сізде петрушка болмаса, кәдімгі укропты қолдансаңыздар да болады. Барлығын салып, жақсылап араластырып, шамамен 30 минуттай жай отта бұқтырып қайнататын боламыз. Міндетті түрде қақпағын жабуды ұмытпаңыздар. Мінекей біздің баклажаннан жасалған икрамыз дайын болды. Қараңыздар, өте аппетитный болып шықты. Ендігі кезекте буланған банкаларымызға құятын боламыз. Газ отымыздың астын өшірмейміз, өте жай отта қойып, ыстық күйінде құямыз. Осылай толтырып құйып, крышкасын жауып, бірден жауып тастайтын боламыз. Яғни бойын суытпай, бірден жауып тастаңыздар. Мінекей біздің қысқа арналған баклажаннан икрамыз дайын болды. 3 литр және де осындай бір кесе икра шығатын болады. Қараңыздар, өте аппетитный болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Банкаларыңызды қараңғы және де салқын жерде сақтасаңыздар болады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Сіздерге ұнады деген ойдамын. Сіздермен бірге болған Гүлсая. Келесі кездескенше.